Құрметті оқырмандар, Тараз қаласының көшелері бойынша бір көше, бір тарих атты бейнегалереяны назарларыңызға ұсынамыз. Бауыржан Момышұлы ел басына күн туып, ат ауыздықпен су ішіп, ер етігімен су кешкен кезде, тоз-тозы шыққан халықтың етек-жеңін жинап, мүддесін қорғаған қаһарман, дара тұлға. Қысылтаяң сәттерде де қазақтың намысын бәрінен жоғары қойып, қарсы алдындағы жаудан қаймықпаған қолбасшының арманы тәуелсіздік болды. Қазақтың бір туар ұлы, кеңес одағының батыры, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, стратег, тактик әрі жазушы Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Әкесі ұста. Етікшілік пен зергерлікті кәсіп етіп қана қоймай, кирилл әліпбиін өз бетінше меңгерген адамдардың бірі болған. Анасы Разия дүниеден ерте өткендіктен, Бауыржан 3 жасынан бастап әжесі Қызтумастың қолында тәрбиеленеді. 1921 жылы Бауыржан Момышұлы аса интернатына оқуға түсіп, кейін 1924 жылдан бастап Шымкент қаласындағы 7 жылдық мектепке ауысады. Ол Құрманбек Сағындықов және Әбілда Тәжібаевпен мектеп қабырғасында бірге білім алған. 1928 жылы мектепті үздік бітіргеннен кейін Орынбор қаласындағы Қазақ педагогикалық институтында білім алуды жалғастырады. Алайда көп ұзамай тұрмыстық жағдайына байланысты ауылына қайтуына тура келеді. Ұлы Отан соғысына генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизиясының құрамында 1941 жылдың қыркүйек айынан бастап қатысты. Батальон командирі ретінде аға лейтенант Бауыржан Момышұлы Мәскеу үшін шайқаста 207 рет ұрысқа қатысты. Мәскеу түбіндегі шайқас Бауыржан Момышұлының өміріндегі ерекше кезең болды. Жас сардар, 1073 атқыштар полкінің батальон командирі аға лейтенант Бауыржан Момышұлы сарбаздармен қақаған қыста Мәскеу түбінің омбы қарына малтыға жүріп, 5 рет қоршауды жарып шығып, жалпы саны 27 рет қол бастап ұрысқа кіріп, соғыс тарихында болмаған тактикалық маневрлер жасап, әскери өнерге жаңалығын енгізген. Командир Момышұлы жетік стратег, асқан тактик, психолог еді. Бауыржан Момышұлы жігіттік шағында ғашықтық жырлар, достарына, жерлестеріне арнау өлеңдер жазған. Оның алғашқы шекте жазған мақалалар мен өлеңдері аудармалары Майдан газеттерінде, Социалистік Қазақстан, Казахстанская правда, қазақ әдебиеті және басқа басылымдарда жарық көріп тұрған. Майданда ол күнделік жазып, ұрыс алаңында көрген-білгенін, басынан өткен жайттарды қағазға түсірді. Ол кез келген жағдайда, қарда да, жаңбырда да, тіпті қоршауда қалған кезде де жазба жүргізді. Осылайша, ол 38 жауынгерлік жазба кітапша жазды. Онда соғыс барысы, сарбаздардың ойы мен әрекеті туралы айтылады. Оның негізгі әдеби шығармалары оқырманды шыншылдығымен таңғалдырды. Бір түннің тарихы оның дарынды жазушы екені жарияланған алғашқы туындысы. Бауыржан соғыс уақытында серігім, жазушыға, Қалыбек аға, біреулерге, Омарбекке, жардың мұны, ана тілін ардақта, досыма, толғау атты өлеңдер жазған. 1952-1956 жылы офицердің күнделігі, бір түннің тарихы, біздің семья деген алғашқы кітаптары жарық көрді. Соғыс кезінде Бауыржан Момышұлы 1942 жылы 6 маусымда Қызыл Ту орденімен, 1944 жылы 6 маусымда Мәскеуді қорғағаны үшін медалімен, 1945 жылы шілдеде 1-ші дәрежелі Отан соғысы құрмет белгісі орденімен, Қызыл жұлдыз орденімен 2 рет марапатталды. Соғыстан кейін 1970 жылы Еңбек Қызыл Ту орденімен, құрмет белгісі орденімен, Кеңестік социалистік республикалар одағы президентінің 1990 жылы 11 желтоқсанындағы жарлығымен Бауыржан Момышұлына 1941-1945 жылдары соғыста неміс фашист басқыншыларына қарсы күресте асқан ерлігі мен қаһармандығы үшін Кеңес одағының батыры атағы берілді. 2000 жылы ғасыр адамы деп танылды.